Жоқ па? Қазақ тілі? Ау? Қазақша білесіз ба? Білем, қазақша видео. Сіз жұмыстасыз ба? Болды, түсіруге болады. Заң бойынша. Ау? Рұқсат қағаз? Видеоға түсіруге болады, қағаз болады. Қай заңмен жазылып тұр? Мен түсірмеңізші онда. Сізді түсіріп жатқан жоқ па, ана жаққа бара жатырмын. Ондай қағаз заң деген бар, заң. Тұтынушылар заңы. Заң бойынша болу керек. Мына жерде қазақша жоқ қой. Түркі бауырлар салған жоқ па не? Кешіріңіздер, сұрақ қойсақ бола ма? Кімге сұрақ қойсақ болады? Олардың адаммен сөйлеспейді ғой. Тұтынушымен сөйлесу деген білмейді. Орыс тілі түсінеді ма? Бастық кім мұнда? Кім сөйлесе алады бізбен? Кардаш, бастық кім? Бастық кім? Кім сөйлеседі, кім? Кім сөйлесе алады бізбен? А? Ой, блин, сотка села. Мына жерде қараңыз, схема разделки говядины дейді. Хорошо, на русском есть кто разговаривает здесь хотя бы? На русском можешь разговаривать? Вот он только что говорил пизды. А? Ты клиент, что ли? Он клиент. Вы по какой вообще теме пришли? Ты хочешь? По какой теме? Администратор кім мұнда? Администратор. Короче, мына жерде қараңыздар. Түркі тілі. Қазақша сөз жоқ. Сөз жоқ. Түрікше, Орысша. Получается, қазақ тілі менсінбейді. Қазақ тілі менсінбейді. Бұл бірінші рет емес, бұл дүкенді алдында да түсірген болатын бір. Садық деген бауыр. Қазақ тілі жоқ, түрікше, орысша. Біз мысалы айтқым келеді да, біз қарсы емеспіз. Түркі тілімізге, орыс тілі. Бірақ қазақша болу керек, қазақша. Жоғары жағында тұру керек қазақ тілі. Міне қараңыз, қазақша жоқ. Қай елде жүр, қай мемлекетте жүр. Түсінбеймін, мен түсінбеймін ма, или олар түсінбей ма? Сол біздің қазақтарымызға бәрімізге бәрібір болып кетті ма не? Сонда намыс жоқ па? Белгілері бар ғой, қазақ тілінде болсын. Айта салыңыздар. Заң бойынша қазақша болу керек. Қазақстанда жүрміз. Мен бір айтқам бар. Менен кейін тағы бір 12 тіл қолданған адам келіп айтқан, уже жылдан асып кетті. Осыға жұмыс істейсің ғой. Келесі келгенде жабамыз магазинді милициямен. Саған как раз тем интересен. Қазір шақыра салайық та бұлар. Өзі келсін да қазір айтайық та. Үшінші рет түсіріп жатырмын ama. Шақырыңыз, шақырайық. Жастар, былай істейді. Мінекей қазір сіз оған звондаңыз. Қой, бастайды, қайда жұмыс істейсіңдер, қағаз бар ма, түсірме деп. Қазір, шақырыңыз келсін, біз қазір бүкіл республикаға жариялаймыз, осындай дүкенге бойкот. Қардаштар. Қазақстан Республикасының заңына түкірген, қазақтардың тіліне түкірген, ұлтаралық қатынасқа сылаққа. Қазақстаннан келіп, қазақ тілін талап етіп отыр Қазақстан. Бастықтарыңызды шақырыңыз, бастықтарыңыз келіп. Ана мен сізбен сөйлесіп кеткен осыдан бір жылдай бұрын. Одан кейін Садық деген біздің тағы бір тіл жанашырымыз тіл қорғаннан келді, ол да келіп сөйлесіп кеткен. Ол қашпасын, келсін бастықтың өзі. Бастықтың өзі келсін деп жатыр. Біз уже үшінші мәрте келіп тұрмыз. Генеральной прокуратуры. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Бірді бас. Наберите 2. Сіздің әңгімеңіз қызмет көрсету сапасын бағалау мақсатында жазылып алынады. Сөйлесу ұзақтығы 10 минут. 10 минут дей ма? Жарайды, В данный пауза. момент мы можем принять ваши Асыл ағамыз прокуратураға звондап жатыр. Мына жерде өкінішке орай
бір жыл айтқан, бірақ ештеме өзгерген жоқ. Прокуратураның нетіп отыр? Алмай отыр телефон. Кезек. Сөйлеп тұрып қой, біз бәріміз қазақша сөйлейміз. Айналайын, здравствуй дейден басталуы керек. Ең бірінші бастайық, театр начинается, спешилки киностарым бар ғой. Кіріп келген адамға сәлем етсіз. Болды, біз ес сосын. Жоқ, сөйтіп айтамыз ғой. Біз кім сосын сізге ешқандай шаруамыз Сәлеметсіз бе? Здравствуйте деді ғой. Иә, Сәлеметсіз бе? Мен мұнда бір полиция шақыртайын деп едім. Полиция шақыртайын деп едім. Мұнда тіл туралы заң бұзылып тұр дүкенде. Ұзапай. Сізге Импас деген дүкен. орыстар түсінбейді. Мекен жайы қандай мәлім? Маметова. Жаңағына не дедіңіз? Орыстар түсінбейді? Келісімді орналасқан Маметова. Маметов көшесінің бойында. Ориент ресторанның жанында. Ориент ресторанның жанында. Импас деген супермаркет. Импаш. Импас. Юмпаш па? Юмпаш? Латын әрпі андай. У деген латын әрпі. Одан кейін ай английский ағылшын. Марина, орыс Маринасы. Руслан. Қазір жағамыз ба газет? Қазақ тілде болу керек. Сосын өз еркіңіз, ағылшын тілі, орыс тілі өз еркіңіз. Бірінші қазақ тілінде болды. Бүкіл жазулар Мемлекеттік тілі Қазақстанда қандай? Жоқ, сіздер көріп тұрсыздар ғой, не болады? Не болып отыр? Ну, как бы. Ценниктарды бүгін шығарған кез. на казахском должно быть, на казахском. Потом уже по желанию русский или английский. Турецкий, мы не против. Но вы должны соблюдать законы страны проживания. Қазақша сөйлеймін, орысша сөйлеймін. Егер енді қазақша түсінбей жатыр да, сол үшін орысша түсіндіріп жатырмыз. Сіз маған запрет қоясыз ба не? Жоқ, енді қазақша деп. Қазақша болу керек, қазақша. Көрнекті ақпарат. Мен өзім білем қай тілмен сөйлеймін. Сіз маған айта бермеңіз. Не болды? Мен сөйлеймін өзім солай. Өзім дауысым сондай. Командирский голос деген. Армияда болдым, дауысым В сондай. Казахстане живем, все должно быть на казахском. Вот и все. Других разговоров нету здесь. Сіз жағаласпаңызшы, вообще қағаздарын беретіндей. Формада вообще не имеете права. Немене, гражданский форма? Ну да. Қандай формамен келуің керексіз? Как положено, Полицейский? қағаздарыңыз болулар керек, тексеру. Кім айтты? Қай заңда жазылып тұр ол? Жазылып тұр. Өзіңіз заңдарын шығарып тұрсың мына жерде. Ничего не знаю, на казахском должно быть. Жоқ, товар емес, қараңыз, апай, түсіндірейінші. Міне, мысалы мен келдім, мен қазақпын. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мына жерде жоқ қазақ тілі. Тек түркі тілі және орыс тілі. Сол заң бойынша 21-ші бап бойынша болу керек, қазақша үстінде болу керек. Астына түркші тілінде, орыс тілінде қойса біз қарсы емеспіз. Бірақ қазақ тілі болу керек. Жоқ, уже оказывается былтыр бір жыл уже болды. Келет адамдар ескертеді, ешқандай өзгерістер жоқ. Сол үшін бәріміз келдік. Қашан өзгеріс болады? Ладно, істейміз дейді да болды. Не үшін сұрап мен? Сіз осында жұмыстасыз ба? Мен сізге рұқсат берген жоқпын. Сіз жұмыстасыз. Сіздің маған рұқсат керек емес. Бірақ мен сізге рұқсат берген жоқпын. Сол үшін камераны алып тастаңыз. Сіз жұмыстасыз ғой. Сіз жұмыстасыз ғой. Өздері бірінші ана вообще қыз қарсы шығады, Мен өтейін ана жерге. Білмеймін, қазақша болу керек. Қазақстанда жүрміз. Болды, басқа әңгіме жоқ вообще.